Параграф 47. Функцияның өсу және кему аралықтары. 47-де 14-ші есеп. Бізде бірінші берілген f от x тек x квадрат минус 8x плюс 12. Туындысын табамыз. 2x минус 8. 2x минус 8 тең 0-ге. 2x тең 8-ге, x тең 4-ге. 4-ті белгілеп аламыз. Минус плюс болады. Сонда минус шексіздік пен 4 аралығы бізде кемиді. Ал 4 пен плюс шексіздік аралығы бізде өседі. Келесі екіншісі. f от x тең минус x квадрат минус 8x плюс 9. Минус 2x минус 8. Минус 2x тең 8-ге, x тең минус 4-ге. Бұнда керісінше болады. Минус шексіздік пен минус 4 аралығы өседі. Ал минус 4 пен плюс шексіздік аралығы кемиді. Келесі үшіншісі. f от x тең 4x квадрат минус 4x минус 3. Туындысы тең болады 8x минус 4-ге. 8x минус 4 тең 0-ге. 8x тең 4-ге, x тең 0,5-ге. Мұнда минус шексіздік пен 0,5 аралығы кемиді. Ал 0,5 пен плюс шексіздік арасы өседі. Келесі төртіншісі. f от x тең минус 2x квадрат плюс 7x минус 5. Туындысы тең болады минус 4x плюс 7. Минус 4x плюс 7 тең 0-ге, минус 4x тең минус 7-ге, x тең 1,175-ге. Мұнда минус шексіздік пен 1,175 аралығы өседі. Ал 1,175 пен плюс шексіздік аралығы кемиді. Келесі 47-де 15-ші есеп. Біріншісі. f от x тең 3-тен 1x квадрат минус 8x квадрат минус 10. Туындысы тең болады. Бұда x куб, бұда x квадрат минус 16x. x квадрат минус 16x тең 0-ге. x минус 16 тең 0-ге. x біріншіміз тең 0-ге, ал x екіншіміз тең болады 16-ға. Мұнда минус шексіздік пен 0 аралығы және 16 мен плюс шексіздік аралығы өседі. Ал 0 мен 16 аралығы кемиді. Келесі екіншісі. f от x тең x куб плюс 3x минус 20. Мұның туындысы 3x квадрат плюс 3 болады. 3x квадрат плюс 3 тең 0-ге. x квадрат тең минус 1-ге. x квадрат тең емес минус 1-ге. Функция минус шексіздікте плюс шексіздікке дейін
өседі. Осы аралықта өседі. Келесі үшіншісі f от x тек 3/1 x куб плюс 2/5 x квадрат плюс 7x плюс 1. X квадрат плюс 5x плюс 7. X квадрат плюс 5x плюс 7 тек нөлге. Скрибедат 25 минус 4 көбейтілген 7. Скрибедат минус 3-ке тең болады. X 1 2 тең плюс минус 5 плюс минус түбірасты минус 3 бөлінген 2-ге. Бізде функция минус шексіздік және плюс шексіздік аралығында өседі. Келесі төртіншісі f от x тек 2x куб минус 3x квадрат минус 12x. Мұнда минус 13 бар. Туындысы 6x квадрат минус 6x минус 12. 6-ға қысқартып жіберсек, сонда x квадрат минус x минус 2 болады. Тек нөлге. Скрибедат тек 1 минус 4 көбейтілген минус 2 тек 9-ға. x1 тек болады 1 минус 3 бөлінген 2-ге, яғни минус 1-ге. x2 тек 1 плюс 3 бөлінген 2 тек 2-ге. Функция минус шексіздік және минус 1, минус 2 және плюс 1, плюс шексіздік аралығында өседі. Минус 1, 2 аралығында кемейді. 47-де 16-шы есеп. Бірінші f от x тек 5 бөлінген x минус 9 минус 1. Туындысы болады. Минус 5 бөлінген x минус 9 квадраты. X тек болмау қажет 9-ға. Сонда біздің функциямыз минус шексіздік пен 9 аралығында және 9 пен плюс шексіздік аралығында кемейді. Келесі екіншісі f от x тек 2 минус 3 бөлінген x плюс 4-тің туындысы. Бұл тең болады 3 плюс x плюс 4-тің квадраты. X тең болмауы қажет минус 4-ге. Бізде функция минус шексіздік пен минус 4 аралығында және минус 4 пен плюс шексіздік аралығында өседі. Келесі үшіншісі f от x тең 3 минус 2 бөлінген x минус 2-дің туындысы. Бұл тең болады 2 бөлінген x минус 2-дің квадраты. X тең емес 2-ге. Бізде минус шексіздік пен 2 аралығы және 2 мен плюс шексіздік аралығы өседі.